Достар, сіздермен бірге Нұрсұлу каналы. Біз бүгін сіздерге бисквитті, яғни пирогты қалай жасауға болатынын көрсетеміз. Ол үшін біз ең алдымен 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Және де оған қантымызды саламыз. Бізде қант 150 грамм. Жақсылап араластырамыз. Яғни миксермен араластыру міндетті емес. 50 грамм сұйық майымызды құямыз. Және де тағы да жақсылап араластырамыз. 200 грамм сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Және де жақсылап араластырамыз. Яғни жақсылап дегенде осылай астынан үстіне қарай араластыру керек. Қатты шайқаудың керегі жоқ. Кішкене електен өткен ұнымызға разрыхлительное тестамызды саламыз. Яғни құрғақ ингредиенттерді біріктіріп аламыз. Бұл жерде разрыхлитель мен ұнды араластырып, яғни бірге салу өте маңызды. Құрғақ ингредиенттерімізді қосып араластырып аламыз. Ескертетіні, бұл жерде сіздер какаоны қосып араластырсаңыздар да болады. Яғни егер пирогтарыңыздың шоколадный болғанын қаласаңыздар. Өз тестамызға қосамыз. Жайлап қосу міндетті емес, бірден сала берсеңіздер болады. Мінекей біздің тестамыз дайын. Пирогымызды осындай консистенцияға енгенше ұн қосып араластыруымыз керек. Яғни қатты қою да емес, қатты сұйық та емес. Енді осыны 22 не 24 диаметрлік формаға салып пісіреміз. Бетіне әдемілік үшін осындай мақ себеміз. Бұл міндетті емес. Осы біздің тестамызды 150 градуста 40 минут пісіреміз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Ыстық, яғни бұны решеткада суытамыз.